Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Араларыңызда 90% оқырман арнама тіркелмеген екен. Сондықтан қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіңілсінің тұрмысқа шығатынын естігенде Айбала үнсіз қалды. Іштен тынды. Көптеген қаладағы 2 бөлмелі үйде тұратын апалы сіңілі 2 қызда жұмыс істейді. Айдана үйдің кенжесі, пединститутты бітірген, мектептердің бірінде сабақ береді. Айбала болса отбасының тұңғышы, көптен бері осындағы зерттеу институтында бір бөлімді басқарады. Ғылым кандидаты, атағы бар. Жанұядағы 4 баланың 2-і тете өскен Асқар мен Асхат үйлі жайлы болып ауылда тұрады. Өткен жылы әкесі Асқарды бөлек шығарған, өздері кіші баласы Асхаттың қолында тұрады. Айбала Байғабыл мен Айсұлудың үлкені. Қызмет істеп, мансап қуып жүріп, тұрмысқа шықпай қалған. Қазір 40-тан асып қалған. Үй болу жайын ойланбайтын сыңайлы. Кезінде бір емес, бірнеше жігіт көңілдерін білдірген. Бәріне де келіспеген. Ешқайсымен жұп болмады. Ақыры ешкімді көзге ілмегендіктен сопиып жалғыз қалды. Одан кейінгі тіршілік өз ағынымен жылжи берген. Бүгінгі күні жанұялы болу деген ойында да жоқ. Сіңілсіне келіп жерген жігітті сыртынан көрген. Ат шақты, сұңғақ бойлы, қайратты, қалың бұйра қара шашты, тараққа көнбейтін болса керек, желкесіне қарай төгіліп тұрады. Жақын таныспастан бұрын-ақ сол жігіттің болмысын, адамгершіліктің иісін сезгендей болды. Кенже қызын үйдегілер жаз ортасында ұзатпаққа дайындалды. Әке-шешесі баланың ата-анасымен жолығып, құда-құдағилар сөз байласыпты. Мұндай оңаша кездесуде қыздың ұзатылуы, үлкен тойдың өткізілуі, Айдананың қолдан кетуі, қалың мал мен жаңа құдалардың алыс-берісі бәрі келісілген болса керек. Айбала бұл жағдайлардың баршасын анасымен телефон арқылы сөйлесіп біліп отырды. Көп ұзамай сіңілісі қалаулысымен апасымен таныстырмаққа ертіп келді. Күйеу бала Айданамен бір мектепте істейді екен. Дене шынықтырудан сабақ береді. Өзі спортшы. Бокстан бірнеше дүркін облыс, республика көлемінде жарыстарға қатысқан, жүлделермен оралған жігіт екен. Қанаттың бойынан өзі танитын әлдекімге ұқсастық табылып тұрды. Тіпті кей қимыл, сөз сапасынан да сол адамнан айырмашылық байқалмады. Тарамыс денесі мен бұлшық еті бұлтылдап тұрған қолдары күйеу баланың жұдырықтасуға бейімділігін паш етіп тұрғандай. Айдананың жігітін таныстыруға алып келетінін білетін апасы қызметтерінен ертелеу сұранып кеткен. Жас қонаққа Айбала дастарханын жайнатып, шайын қайнатып, біраз әбігерге түсе дайындалды. Айдана Қанат екеуі тәтті тортпен бір букет гүл әкеліпті. Алғашқы жүздесуде жігіттің қысыңқырап отырғаны байқалады. Дастархан басында шай үстінде үлкен қыз сіңілісінің кей бала кезіндегі қылықтарын айтып күлісіп алды. Кішкентайында Айдана айтқанынан қайтпайтын, дегені болмаса қолындағыны лақтырып жіберіп, азан-қазан болып жылайтын. Бастауышта оқып жүргенде ең алғаш үш алып қалып, ебіл-дебіл болып жылағаны бар. Ағаларының дәптерлерін қолы жетше шималап тастайтын. Қанаттың отбасы туралы да сұрастыра бастады. Ол да үйдің кенжесі екен. Ағасы мен апасы бар. Екеуі де үйлі баранды. Қазір әке-шешесі ағасымен бірге тұрады. Әкесі жеке кәсіппен айналысады. Анасы үй шаруасында немерелеріне қарайды. Өздері бұлардың әке-шешесімен қатар
және заман ыңғайын ерте түсініп, жұмыс көзін тауып, соған бейімделген жандар көрінеді. Қолдарында келін бар. Бұлар үй болса, қалада тұрады. Жас жігіттің ойланып сөйлейтінін, салмақтылығы Айбалаға ұнап қалды. Сіңілісінің жар таңдауда қателеспегендігіне қуанды. Шайдан кейін Қанатқа үйдегі альбомдарды берген. Апалы сіңілілер тамақ қамына кірісті. Ауылдан келген жылқы етінің иісі мұрынды жарып барады. Қанат оның дәмін бұрын иісіне тойғандай болып отыр. Альбомдарды қарап отырған Қанат, «Мақсат аға, сіздің қандай танысыңыз?» деп бір кездегі Мақсатпен түскен суретін көрсетті. «Жас кезімде араласқан достармыз. Мақсат аға әкемнің немере інісі, менің ағам, біздің ауылда тұрады. Солай ма?» Болашақ күйеу баланың бойынан әлде біреуге ұқсастық байқаған еді. Сол Мақсат болып шықты. Ол бір кездегі Айбаланың соңынан қалмай жүрегін алып жүгірген, сезімін білдірген жандардың бірі болатын. Былайша айтқанда, мұның баянсыз махаббаты тұғын. Онымен көптен бері хабарласпаған. Соны байқағандай Қанат, «Мақсат ағаның үйі бізге жақын тұрады. Үлкен мекемеде есепші болып жұмыс істейді. Бір ұл, 3 қызы бар» деді. Айбаланың кеудесін әлденеше шаншып өтті. Мақсатты өзі танымайтын әлде бір әйелден қызғанғандай ма, оның бақытын көре алмағандай ма, кәрі қыз атанып, бәрінен құр қалған халінде күйінгендей ме, беймәлім күйді басынан кешті. «Құдайым-ау, мұндайым жоқ еді ғой, маған не болды?» деп ішінде өзінен басу айтқандай болды. Сіңілісі мен Қанат тамақтанып болған соң қайтуға жиналды. Айдананы құрбысының үйіне апарып тастап, өз үйіне баратын жігіт түн қараңғысына қалғысы келмеді. Олар кеткен соң Айбаланың дастархан жинауға, ыдыс-аяқтарды жууға зауқы соқпады. Тұла бойын енжарлық басып, тас бүркеніп жатып қалды. Талай жылдан бері жалғыздыққа үйренген. Шешесі, «Қалқам, жалғызды Құдайға жарасқан, біреумен басыңды қос» деп жиі айтатын. Соңғы кездері еш нәрсе айтпайтын болды. Сірә мұның енді тұрмысқа шықпайтынын түсінген сияқты. Өз қатарларының балалары мектеп бітіріп жатыр. Ал бұл болса... Қанат Мақсат жайлы айтқанда кеудесі бекер шаншымаған. Жауырыны қақпақтай, сымбатты, ойлы жанармен сынай қарап, әлдене айтатындай болып тұратын жігіт сонау кездері Айбалаға өлердей ғашық болған. Оқу бітіргелі жүрген өзі сұлу, өзі білімді ару Мақсатты сарсаңаға салған. Арғы жағы ұнатып тұрса да әлде бір түсініксіз нәрселер екеуінің арасында бөгет болып тұрады. Бұл қыз жүрегіндегі махаббат ұшқынының әлсіздігі ме, немесе мінезінің сәл тұйықтығынан ба, әлде тіршіліктегі әр алуан істерді бітіріп алсам дегендіктен бе, әйтеуір Мақсатпен қол ұстасатын отбасылық өмірге асықпады. Бір жылдан аса Айбаланың соңынан жүгірген Мақсаттың шыдамы таусылған болар. Басқа қызға үйленіп кетті. Мұны естігенде Айбала оңаша отырып, ағыл-тегіл жылаған. Өзінің үлкен қателік жібергеніне бармағын тістеп, бірақ бәрі кеш екенін сезді. Мақсаттың қайтып оралмасы анық болатын. «Эх, Мақсат, Мақсат» деп күбірледі. Айбала жылы жамылғысын кеудесінен төменірек ысыңқырап жіберіп, ұйқысы шайдай ашылып кетті. Көз алдында өткен өмір елестері келе береді. Мақсатпен институттың 3-ші курсында танысты. Бұл кезде ауыл қызы қалаға үйреніп, алғашқы жылдағы емес құрбыларының туған күндерінің сауық кештеріне баруды жиілеткен. 1-ші курста мақсаты тек оқу болды. Ата-анасының атына сөз келтірмеуге тырысып, кітапханадан шықпады. Енді мына өмірге еті үйренген Айбаланың көз қарасы да өзгере бастаған.
Бірде жатақханада бір бөлмеде жататын Маржан жерлестерінің бас қосу кеші өткізіліп жатқанын айтты. Бұған менімен бірге жүрсеңші деген. Кіммен барамын деп жерлестеріңді танымаймын ғой деді. Қойшы, танымасаң танысасың, менің қасымда боласың, өзіңнен басқа ешкімге айтқан жоқпын. Иә, көреміз. Өз ойы құрбысын думандатып, жауаппен шығарып салмақ еді. Онысына Маржан көнбеді. Қоярда қоймай ертіп барады. Маржан теңіз жағасындағы үлкен ауылдан болатын. Өткен жазғы каникулда ауылына шақырып, екеуі бірге барып қайтқан. Әке-шешелері өте тамаша жандар екен. Мұны қатты қадірледі. Әкесі қыздарға теңіздің өткен тарихы жайында қызықты әңгімелер айтты. Қарапайым балықшы болғанымен көкірегі қазына кісі екен. Бар білетіні жүрегінде. Теңіз туралы, ондағы тіршілік иелері жайында аңыздарды, өзінің басынан кешкендерді әдемілеп суреттейді. Қаланың шет жағындағы үлкендеу жеке үйді жалға алған Маржанның ауылдастары 30 шақты болды. Бәрі де осында оқиды, кейбірі жұмыс жасайды. Бұл кештің тамадасы да, әншілері де өз іштерінен табылды. Маржанның құрбысы деген соң бұған да ерекше ықылас танытты. Мақсат ауылдастарын ұйымдастырушыларының бірі, оның ішінде бірегейі екен. Сымбатты, ат жақты, көз жанары отты, қою қасы тиісіп кеткен жігітке келіп, әрдеңе сұраушылар көп. Ол болса бәрін жіптіктей жайғастырып жіберді. Айтып түсіндірді. Маржандардан 2 сынып жоғары оқыды. Әскер қатарында болып келген. Кездескен сәтте құрбыңмен таныстырмайсың ба деді Маржанға. Ол мұны таныстырып еді, бір-біріне есімдерін айтысты. Жігіт қарулы қолын ұсынып, қыздың сүйектерін, саусақтарын қысты. Сосын, құрбыңның басы бос па деді. Бос болса, жүрегіңді ұсынбақ па едің деген Маржан сөз қалдырмай жарыстырды. Айбала қызарып кетті. Құрбысы бүйірінен түртіп қалды. Біліп қойғаның несі айып? Мақсат әуелгіде Айбалаға дөрекілеу көрінді. Сөздері түйеден түскендей ме деп ойлаған. Ауылдастардың бас қосу кеші жақсы өтті. Бұрыннан таныс жастар бір-бірлеріне бастарынан өткен жаңалықтарын айтысып, сазды әуенге билеп, кең холлда ойын ұйымдастырып, кештері өте қызықты болды. Жаңа танысқан жігіттің домбыра мен гитара тартып, әдемі қоңыр даусымен ән айтып, өнерлері бар екен. Бұл екеуін Мақсат такси ұстап шығарып салды. Осыдан кейін оның қыздардың тұрағына келуі жиіледі. Бірде екеуін де киноға шақырып, бірде дәмханаға апарды. Маржан екеуін оңаша қалдырмақ болғанмен Айбала ырық бермеді. Келесі келгенде бір досымды ертіп келемін деді. Оны не істейміз деп Маржан да тап ете қалды. Ау, қашанды жалғыз жүрмексің? Оған сенің басың ауырмай-ақ қойсыншы. Дегенмен көресің енді. Айбаланың байқағаны жігіт құрбысымен еркін әзілдеседі, ашық айтысады. Шынында келесіде Талғат деген досын ертіп келді. Оның Маржанмен әңгімесі жараса кетті. Талғат қаладағы жеке фирмалардың бірінде жұмыс жасайды екен. Енді 4-еуі жұптасып қыдыратын болды. Сол кезде Айбаланың Мақсат жайындағы алғашқы ойы өзгерді. Оның бойынан сыпайылық та, парасаттылық та, азаматтық та, ұйымдастырғыш қабілет те табылады екен. Осы кезге шейін соңынан жүргендерге аса мән бермейтін сұлу, енді көзге көрінбейтін, әлде қандай елеусіз жіппен жігітке байланып қалғандай күй кешті. Жанының мөлдір бастауын, жігітке деген жылы сезім оянғандай. Мақсат мерекелі күндерді құр жібермей, шоқ гүлін қолтығына қысып, мұны күтіп алып тұратын. Бұдан еш нәрсені аямауға бар еді. Оның Айбалаға айтылмаған сыры қалмады. Жүрегінің терең түпкіріндегі ойларын жайып салады. Жан ұясының тұңғышы екен.
бір інісі, екі қарындасы бар. Әкесі екінші топтағы мүгедек, шешесі мектептің еден жуушысы. Тіршіліктің сан алуан жолдармен тырмысып тартысып келе жатқан адамдар. Балаларына жақсы тәрбие берген. Оқуын бітіріп қызметке тұрса, іні қарындастарының жоғарғы білім алып, азамат болып өсуіне көмектеспек. Жазға салым Маржан мен Талғат үйленді. Бұл екеуі олардың күйеу қыжылдастары болды. Маржан 2 айдан кейін ата-енесінің қолында болып, сабақ басталар кезде келді де Талғаттың 2 бөлмелі пәтеріне көшіп алды. Бұлар соққанда, той қашан, осылай жүре бересіңдер ме? Мүмкін Мақсаттың алып қашқаны дұрыс болар ма деп әңгіме қысады. Екеуінің үйленуі жайында өз араларында айтылғанда, әлі ертелеу, біраз жыл жұмыс істеу керек дейтін бұл. Қалай ерте? 18-де емессің ғой, қызмет деп жүре бересің бе деді. Айттым ғой, 4-5 жылдай күте тұруымыз керек дейді Айбала. Өз ойы зерттеу жұмыстарын тиянақтап, қорғап алғысы келді. Мақсат та бұған ештеңе демеді. Бұдан кейін жігіттің қатынауы сирекси бастады. Араларындағы салқындық былайғырай тұрғанда көп байқалады. Диплом алған Мақсат өзімен бірге оқу бітірген қызға үйленіп кеткен екен. Айбала Мақсаттың өзі ұнатқан алғашқы және соңғы махаббаты екенін өте кеш түсінді. Жат жұртқа жаратылған қыз бала үшін қызмет, мансап, атақ дегендердің еш құны жоқ. Өз бақытын тауып, ана тану басты борыш екенін кеш түсінді. Айдананың ұзатылу тойы әкесінің үйінде жасалды. Ағайын тума ортасында өткізілген мұндай салтанат жарасымдылығын тапқан сіңілісінің ұзатылуына Айбала барғысы келмеген. Бұл барса, әзілдесер жеңгелерінің әрқилы нәрсе айтып, құлағын сарсылатынын білген. Бірақ шешесі, өзіңнен басқа Айдананың кімі бар? 2 ұлдың жөні бөлек. Оны үлкен тойында да барлығын бастап барасың. Бармаймын дегені несі? Соңынан ерген жалғыз сіңілің емес пе? Сендерден бөтен менің анау бақтыр айтқандықтай 10 балам жоқ қой. О, несі-ай деп біраз сөйлеп тастаған соң амалсыз көнді. Ау шырайлым, осылай жүре бересің бе? Кейінгі кішкентайлар кетіп жатқанда сенікі не жүріс деген біреу. Енді қайтем? Қайткені несі? Байға тиіп ал. Ол қайда? Үлкен қалада жігіт таба алмай жүрмісің? Болмаса анау сомалдай болып жүрген сыныптасың Жолдыбайға бар. Өзім жарастырып жіберемін. Енді маған соған шығуға алып еді. Шықпасаң не бітіріп жүрсің? Жолдыбай да қатын баласын асырап кете алады. Тек өзінің алғашқы алғанмен жараспай қалғаны болмаса, деді жеңгелері. Жеңгелері әзілдескенде осы айтылғандардың бұның жүрегін тіліп жібергендей, жүйкесін шабақтап жатқанын байқамайтын болса керек. Әлде осылай айтсақ, Айбалаға әсер етеді ме деп ойлайды ма екен. Туып өскен шаңырағынан ақ жол тілеп аттанған Айдананың үлкен тойы сәулетті мейрамханаға жалғасты. Аста төк дастархан, жас жұбайларға айтылған тілектер де толмас таусылмас болды. Той басталар алдында Мақсатқа келіп жолықты. Келген қонақтарға қарап, жандағылармен әңгімелесіп тұрған. Айбала, бұл сенсің бе деген таныс дауыс жалт қаратты. Мақсат сәл толыққан, қойыша селдіреп қалыпты. Қасында 15-тер шамасында баласы бар. Бағанадан бері сыртыңнан қарап тұрмын. Жүзің таныс. Ақыры білдім-ау. Келін сенің сіңілің екен ғой. Соның тойына келгенбіз. Өзің қалайсың? Жұмысың ше? Бұрынғы орныңда шығарсың. Мұның тұрмысқа шықпағанын Мақсат естіген. Сондықтан отбасы, бала шаға жайында жағы ашпады. Ал мынау біздің азаматымыз деп қасындағы баланы көрсетті. Ағасының тойына келген ғой. Айбаланың кеудесі тағы шаншып кетті. Баланың бет әлпеті әкесінен айнымайды екен. Егер Мақсатқа тұрмысқа шыққанымда
осы бала екеуміздікі болар ма еді? Әттең, осы ойдың қайдан келе қалғанына таң қалды. Осы кез Мақсаттың жанына келген қара торы келіншек қолын сермеп самбырлай сөйлеп жатты. Мақсаттың кетісімен иығына жұққан ақты қақты. Балаға да бірдеңе айтты. Айбала мұның әйелі екенін айтпай-ақ білді. Бір кездері өзі ұнатқан адамды мына келіншектен қызғанғандай. Осы әйелдің орнында өзім болсам ғой дегендей ой келді. Біреудің басы байлы байына бұлайша болуың ұят, тіпті ақылға сыймайтын нәрсе екенін біліп тұрса да жақ ашпады. Сол ақ екен, тойдың тезірек бітуін, жылдамдырақ қалаға қайтуын ойлады. Жалғыздікі қоңырқай тіршілікке асыққандай күй кешті. Тіпті мына дырду-думанның аяқталуын күтпестен түн ортасында келер пойызды сылтау етіп кетпек болған еді. Бірақ шешесі мұны басшы етіп жіберген жолын байлап қойған еді. Кеудесі тағы да шаншып кетті. Достар, араларыңызда 90% оқырман арнама тіркелмеген екен. Сондықтан қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.